Сәлем құрметті достар, көрермен. Көптен бері мен видео салмаған ем. Кішкене қолым босаған жоқ, жұмыстарым көбейіп кетті. Менде жаңалықтар бар. Астыда ссылка бар видеоның астында. Мен кішігірім онлайн магазин аштым. Электр шамдарды сатам, светодиодты қабырғаға ілетін. Түрлері өте көп. Егер ұнаса жазыңыздар. Қандай түрі керек екен. Егер жоқ болса біздің магазинда сіз суретін бізге жіберіңіз. Біз сізге под заказ кез келген шамды сізге алып келеміз. Доставка бүкіл Қазақстан бойынша сіздерге қазпочтамен жібереміз. Бүгінгі видеода мен электр энергиясы қайдан пайда болады деген түсіндіргім келеді. Қарапайым тілмен физикалық процесстер, қандай физикалық процесстер жүзеге асады сол кезде соны түсіндіруге тырысамын. Қарапайым тілмен. Басында бастау үшін мен электр тоғы дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беруім керек. Электр тоғы дегеніміз ол зарядталған бөлшектердің бейберекетсіз қозғалысы. Зарядталған бөлшектер бізде электрондар. Электрондардың заряды минус. Осыны еске сақтаңыздар, қазір керек болады бұл информация. Және минус пен минус, яғни бірдей зарядталған бөлшектер бір-бірінен алыстайды, яғни жақындамайды бір-біріне магниттік қасиеттеріне байланысты. Минус пен плюс, яғни әртүрлі зарядталған бөлшектер бір-біріне тартылады. Осыны есте сақтаңыздар. Электр энергиясы пайда болу үшін қазір бізге бір энергияның түрі қажет. Желдің энергиясы, судың энергиясы, жылудың энергиясы, мысалы желдің энергиясы, жел электростанциясы, судың энергиясы, судың ағынының энергиясы, механикалық күші бізге керек болады. Гидроэлектростанция, ТЭЦ-тар, теплоэлектростанция, жылудың энергиясы. Осында бізге басына энергия керек болады. И генератор дегеніміз сол энергияны, мысалы механикалық энергияны электр энергияға айналдыру үшін қажет электрлік қондырғы или оборудование, қондырғы. Мысалы ретте мына генераторды алып отырмын. Бұл генератор теплоэлектростанцияда қолданылады. Оның екі бөлігі болады. Ең басты екі бөлігі. Кез келген генератордың екі бөлігі болады ең басты. Статор, сыртқы бөлігі, мына генераторда міне. Ол статор, бұл генераторда магнит орналасқан, оң зарядталған және теріс зарядталған. Және ротор, ортаңғы бөлігі, айналатын бөлігі. Бұл генераторда, роторда катушка оралған, сым яғни медный сым оралған. Сол медный сымдағы электрондар қозғалады. Сол қозғалғанның әсерінен бізде электр тоғы пайда болады. Ол қалай жүзеге асады теплоэлектростанцияда? Сол роторды айналдыру үшін бізге механикалық күш керек. Ол механикалық күш теплоэлектростанцияда суды қыздыру арқылы алынады. Су қыздырады, үлкен температурада суды қыздырады. Су қызғанда бу көтеріледі. Бу турбинаға барады, турбинаны айналдырады. Турбинаны айналдырып, бұл ротор айналады. Сол ротор айналғанда сымда электрондар қозғала бастайды. ЭДС пайда болады. Магниттік поляда ЭДС пайда болады. Электрондар қозғалады. Мысалы, жаңа айтып кеттім. Электрондардың заряды теріс. Осы жерде тоқтап кетейік. Теріс айналғанда, мысалы, статордың магнитіне оң жағына, яғни оң зарядталған жағына жақындат дедік. Электрондардың бағыты бір жаққа болады. Теріс зарядталған жаққа жақындағанда уже электрондардың бағыты өзгереді. Осындай физикалық процестің әсерінен электрондардың қозғалысы пайда болады. Электрондар қозғалады. Сол сымда соның әсерінен электр тоғы пайда болады. Генератордың түрлері көп. Кейбір кезде, мысалы, кейбір генераторлар бар. Мысалы, ортасында магнит болады. Магнит айналады. Оны келесі видеоларда мен толығымен түсіндіруге, айтуға тырысамын. Бұл видеода тек біз электр энергиясы қалай пайда болатын, қандай процестердің арқасында пайда болатын түсіндірдім.